Сәлем достар, бұл 07 лайв подкаст және біз кезекті шығарылымды сіздерге ұсынамыз. Бүгінгі талқылайтын мәселеміз ол жастар арасындағы баспана мәселесі. Жалпы жасырын емес, қазіргі таңда жастарды мазалайтын, қинайтын негізгі екі мәселе бар. Ол бірі жұмыссыздық болса, екіншісі баспана мәселесі. Баспаналы бола алмай, баспанаға қол жеткізе алмай жүрген жастар қазір көп. Бұл мәселе түрлі өзге де әлеуметтік проблемалар туындатады. Қазіргі таңда сол баспанаға қол жеткізе алмай, тіпті ажырасуға да барып жатқан жас отбасылар бар. Ал кейбіреулері үй ала алмай жатып, үйленуге баса алмай жүреді. Сондықтан бұл шынымен де қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылады. Шынымен де елімізде жастарға баспана мәселесі қол жетімді ме, және жастарға қандай тиімді жолдар бар осы баспаналы болуға? Осы және өзге де сұрақтарға бүгінгі студиямызда қонақтармен бірге жауап іздеп көретін боламыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Шайдуллин Алтынбек Мақсатұлы, Отбасы банк акционерлік қоғамының бизнесті дамыту бөлімінің басшысы, және Тілек Бақтыгереев 07 лайв медиа жобасының жетекшісі. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Алғашқы сұрақ, енді шынымен де елімізде баспана жастар үшін қол жетімді ме? Сол сұраққа жауап. Енді жалпы өзім Отбасы банкта жұмыс жасағаннан кейін Отбасы банктың бағдарламаларына сай қазір айтып кетсем, жалпы биылдан бері екі бірдей бағдарлама қатарынан жүзеге асырып келеді. Оның біреуі Отау бағдарламасы, екіншісі Наурыз бағдарламасы. Екеуі де жастарға арналған және де Қазақстан халқына арналған бағдарламалардың бірі. Мысалға алатын болсақ, Отау бағдарламасы 18 жас пен 35 жас аралығындағы жастарға арналған бағдарламалардың бірі. Себебі банк тарапынан бөлінген 150 миллиард теңге, соның 60% жастарға арналған. Жаңағы 18 бен 35 жас аралығындағы жастарға, ал қалған 40% өзге санаттағы адамдарға арналған. Ең басты талап атында үй болмауы керек. Себебі бұл бағдарламалар біздің жастарымызды қолдау үшін арналған. Ол атында үйі жоқ, соңғы 5 жылда ешқандай сатып алу, сату нелер болмаған, операциялар болмаған, ең алғашқы үйін алайын деп жатырған адамдарға арналған бағдарлама. Бастапқы жарнасы да өзге бағдарламаларға қарағанда қол жетімді, яғни 20%, первоначальный взнос дейді, процентный ставкасы 9%. Сосын бұрынғы мемлекеттік бағдарламалармен салыстырғанда, өздеріңіз білесіздер, нұрлы жер болды, шаңырақ, қазір концепция деп аталынады, тұжырымдама 2020-29 жылдар аралығындағы. Сол бағдарламалардан ерекшелігі бұнда жаңағы категорияға бөлінбейді. Үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба қарамайды. Бұрын мемлекеттік бағдарламаларда тек қана бюджеттегілер, госслужбадағылар, я болмаса мүгедектігі бар, сондай осал топтыларға арналған. Және олар халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркелу керек болды. Тіркелу керек болды. Сондай бір өздерінің шектеулері болды. Ал қазір сен кез келген жерде жұмыс жасай аласың. Яғни там механик болсаң да, бір жерде парикмахер қызметтерін атқарсаң да, жалпы жұмыс жасауыңа қарамайды. Сенің деген очередьта тұрсың ба, тұрған жоқсың ба? Очередьта тұрғаның әрине өзінің бір септігін тигізеді. Бірақ дегенмен де бұл өте қолайлы және кең халыққа таралымды бағдарлама болып табылады. Бастысы 35 жастан жоқ, ондай шектеу жоқ. 18 жас пен 35 жас аралығындағы азамат-азаматшалар, олар 150 миллиардтың 60%-ын игереді. Ал қалған 40%-ын басқа жастағы адамдар игереді. Енді примерно өзіңіз есептеп көресіз ғой. Қазір мысалға Батыс Қазақстан облысы бойынша 836 адам өтініш берді. Одан сәтті бірінші этаптан өтті. Екінші этабы қазір төлем қабілеттіліктерін дәлелдеу процесс жүріп жатыр. Төлем қабілеттілігін дәлелдеп болғаннан кейін олар біздің баспана порталымыз бар,
отбасы банктің өзінің бірегей жаңағы барлық бірінші және екінші деңгейдегі нарықтағы квартиралар дейді, пәтерлер сонда орналастырылады. Құрылыс компаниялары ең бірінші пәтерді қайда сатам, кімге жаңағыдай ұсынам деп бастарын қатырмайды. Олар сразу жаңағы порталға енгізеді. Біздің банк тарапынан жаңағы қызметшілер оның нарықтағы бағадан тым аса құнның өсіп кетпеуін қадағалайды. Юридически жаңағы заңды барлық құжаттарының рәсімделгенін қадағалайды. Сосын халыққа жаңағыдай жариялайды. Бұл бағдарламалардың сонда біз қазір енді бұл подкаст жаңағыдай жастарға арналған, көбінесе аудиториямыз жастар. Сол себептен осы отау бағдарламасының енді басты жаңағындай мақсатты тобы жастар деп айта аламыз ғой да, 60% деп айтып отырсыз. Басым көпшілігі жастар болады, мысалы осыдан бұрынғы подкастта бізде қонақ келген болатын, ол отау бағдарламасына қатысқан, өткен жаңағындай төлем жағын барлығы бойынша, бірақ оған деген 13 миллионның жаңағындай пәтеріне үстіне қосымша, мысалы переплата дейміз ғой орысша, 13 миллион қосып берген жаңағындай 13 жылға 18 миллионға жаңағындай, былай енді грубо айтқанда бірде-бір деп айтуға болады. Мысалы сол ол неге байланысты? Мысалы ол жаңағындай көп емес па, жаңа бірінші үйін алайын деп жатқан жасқа? Жарнамада ол өте тиімді деп беріледі көпшілікке. Іс жүзінде ол тиімсіз. Енді әркім әрқалай түсінеді ғой. Мысалға мына жерде тиімділігі неде? Ең бастысы жастарда бастапқы жарна жоқ, бастапқы жарна небары 20% болғандықтан бұл өте тиімді деп есептеймін, қолайлы. Екіншіден проценттік бағамы 9%. Және ол 9% болып қатып қалмайды. Бізде жилищный займ дейді, тұрғын үй займы. Соған ауысқан кезде ол 3,5%-ға дейін төмендейді. Яғни переплатасы азаяды. Бұл бағдарлама 18 миллион теңгеге беріледі, онымен келісеміз. Және де 19 жылға арналған, оның ішінде 8 жылы промежуточный займ дейді, аралғы займ, және де 11 жылы жилищный займ. Бірақ адам оны деген 19 жылдың ішінде мен осындай переплата жасайды екем деп оны есептеу қажеті жоқ. Ол ай сайынғы төлемі оған ыңғайлы ма? Соны бірінші есептеу керек. Ал одан кейін егер адам жылма-жыл жаңағы өткен сайын оның тәжірибесі көбейеді, оның алатын жалақысы көбейеді деген сияқты, ол қазір жалғыз басты болса, ертең екі басты жаңағындай жолдасы болады деген сияқты, екі жақтан табыс табады. Сол кезде тапқан табыстары молайған сайын олар өзінің графигінен алдын ала заранее погашать етуге болады. Төлемдік қабілеті жоғарылауы мүмкін. Төлем қабілеті жоғарылаған сайын, мысалға, әртүрлі мероприятияларда жыл соңында көптеген мекемелер жаңағыдай премия беріп бастайды, бонус беріп бастайды. Солардың барлығын аккумулировать етіп, бастапқы жарнаны жауап беруге болады. Яғни төлеп жатқан сомасын, основной долгты, негізгі борыш сомасын 1 миллион теңгеге, 2 миллион теңгеге жауап берген сайын, оның переплатасы азая береді. Осы тұрғыдан қарауға болады, жалпы 12,5 миллион теңге сіз басқа екінші деңгейлі банктардың жаңағындай проценттік бағамдарымен салыстырып көріңіз. Қазір білуімше орташа есеппен 15%-дан жоғары ипотекалық несиелер. Оларды сіз 19 жылға бөліп көрсеңіз, ол 12 миллионнан да артық болады. Сол себепті мен ойлаймын, бұл қолайлы, қазіргі таңда ең қолайлы бағдарламалардың бірі деп. Егер ол бағдарлама қолайсыз болса, жаңағы 9% бағамы жоғары болатын болса, мысалға жаңадан өздерінің семьясын құрған, жаңа отбасы құрған семьяларға келесі бағдарлама бар, ол жас отбасы деген. Жас отбасыда первоначальный взнос 50% жинау керек. Екі жақ қосылды, үйленді, екі жақтың ата-анасы көмектесуі мүмкін, тойдан түскен жаңағы қалай айтады, қаражатты сол бастапқы жарна ретінде жинақтап, егер екі жаңағы жастың біреуінде машинасы болса, машиналарын сатып, 50%-ды құрап, жаңағы жас отбасы бағдарламасына өтінім беруге болады. Анда проценттік жаңағы бағам 6%, өте ыңғайлы.
ол ертең мысалға депозиті бар адам болатын болса, жилищный займның условиясына келген кезде қайтадан 3,5% аралығында төлейтіндей мүмкіндігі бар. Біз бұл бағдарламаларды, отбасы банктің бағдарламаларын жалпы тек бір жақты переплатасы үлкен екен деп көңіл бөлмей, ал ең бастысы жастарды жинақтауға, үй алуға деген мақсатын жаңағындай көздерін ашу керек. Мақсат, бірінші адамда ең бастысы мақсат болу керек, үй алам деген. Мақсатсыз, менің ойымша, жиған тергеннің барлығы шашылып кетеді. Айттыңыз ғой, енді үй алатын кезде жастарға жаңағы бастапқы жарнасын төлейді, кейін қалған соманы 19 жылға дейін бөліп береді. Бөліп береді. Оның ішінде жаңағы основной долг дедіңіз, кейін үстіндегі жилищный займ. Ал сол қатып қалған сома бар ғой, ай сайын төлеп тұратын, ал елдегі дағдарыс болсын, инфляция болсын, ол сомаға қандай да бір әсерін тигізеді ме, әлде ол сол 19 жылға дәл сол сома болып қала береді ме? Қайта қарастырылуы мүмкін ба ол? Жалпы отбасы банкындағы жинақтау жүйесі, бұл тек қана адамдар теңгемен депозит ашады, теңгемен жинақтайды. Олар елдегі болып жатқан жаңағы өзгерістерге олардың негізгі борыштары ешқалай әсер етпейді. Мысалға болады, біреулер доллармен жаңағындай несие рәсімдеп алса, дағдарыс болған кезде, қатты инфляция болған кезде, доллардың құны өсіп кетсе, риск үлкен, төлеуі қиындайды. Ал бізде отбасы банкында депозиттердің барлығы теңгеде жинақталғандықтан, банк тарапынан да, клиентке де ешқандай жаңағындай риск жоқ. Қазір бастапқы жарнасын жинады, несие рәсімдеді, тап сол ай сайынғы төлемдері тап сол графикпен жалғаса береді. Егер уақытынан бұрын жаңағындай ипотеканы жапқысы келсе, оның несі төмендейді ма? Әрине, ипотека мысалға негізгі борышын жапқан сайын оған қосылатын пайызы азая береді. Үстем ақысы азая береді. Негізі борышы дегеніміз ол мысалы маған кеңесшілердің түсіндіруі бойынша ең бірінші біз деген жаңағы банктың переплатасын жабуымыз керек та. Мысалы жаңағы 18 миллион пәтер, 13 миллион переплат деді ғой. Біз бірінші жаңағыдай 13 миллион переплатын жауып аламыз бірінші. Содан кейін бар жаңағы уже үйдің пәтерін жалақсын. Қате пікір. Керісінше, сіз 18 миллион теңгені рәсімдедіңіз. Жылдың соңына дейін өзіңіздің графигіңізбен төлеп келе жатырсыз. Декабрь айында енді бонус алып, я болмаса бір қомақты қаржыға ие болдыңыз. Сол қаржыны жапқан кезде сіз негізгі борышты жабамын деп өтінім қалдырасыз. Я болмаса отбасы банкінің приложениесында жаңағы негізгі борышты жабамын деп көрсетесіз. Сіз пайдаланған мысалға ноябрь айынан декабрь айына дейін 10 күн ба, 15 күн ба сіз примерно қаражатты пайдаланыңыз, тек соның сыйақысын ғана төлейсіз, ал қалған сома негізгі борышты жабуға кетеді. Сонда сіз примерно 1 миллион теңгенің ішінен бір 50-60 мың теңгесін процентін жапсаңыз, ал қалған 960-950 мың теңгесі негізгі борышты жабуға кетеді. Сонда сіздің основной долгыңыз 18 миллионнан 17 миллион теңгеге азаяды. Сонда процентті сіз тек қана 17 миллионға төлеп бастайсыз. И жылма-жыл ақша пайда болған сайын, сіз солай тезірек жабуға ұмтыласыз. Ол жаңағы біздің теңгенің инфляциясымен мысалы одан сайын жаңағындай төмендейді дейсіз ғой да? Жоқ, мына жерде теңгенің инфляциясы деген жалпы қатысты емес. Енді экономикаға жалпы теңгенің құнсыздануы зиян ғой. Себебі адамдардың жаңағы тұрмыс тіршілігіне әсер етеді, продуктылар қымбаттайды, табыстары азаяды деген сияқты. Бірақ мына жерде біздер қазір тауып жатырған табысы мысалға примерно алайық, 250-300 мың теңге тауып жатсын. Инфляция болғаннан кейін де ол біраз уақыттай тап сондай табыс табады ғой. И біздер бекітіп қойған графигі да тап сондай болады. Сол себепті ол графикқа да әсер етпейді, ол адамға да әсер етпейді. Тек жаңағы продукты питания қымбаттап кетсе, әрине ол адам қысылуы мүмкін.
енді біздің шығарылымымызды жалпы YouTube шоуды көбінесе жастар көреді, сондықтан тәртіп бойынша айтып берсеңіздер. Иә, мысалға мен болашақта баспаналы болғым келеді. Баспаналы болудың ең тиімді жолы, енді барлығымызға жасырын емес, қазіргі таңда отбасы банкі арқылы жүзеге асып жатыр. Мен алдымен отбасы банкке барып, немесе онлайн түрде өзіме шот ашамын. Иә, онлайн түрде болсын, біздің кеңесшілеріміз арқылы болсын, я болмаса жаңағы банкта бізде қашықтан қызмет көрсету департаменті бар, соның операторларына звондап болсын, сіз депозит аша аласыз. Ең бастысы, адам мақсат қойды, үй алам деп, мақсат қойғаннан кейін отбасы банктың кеңесшісіне жолықты, барлық консультацияларын алды да депозит ашты. Депозит ашқаннан кейін оны ай сайын жинақтау керек. Және де қай бағдарламаға қатысам деген сияқты бір белгілі бір өзінің жоспары болу керек. Егер жас маман, жұмыс жасайтын, я болмаса студент болсын, жаңағы үй алам деп шешім қабылдаған болса, бірінші сол жаңағы қадамдарды жасайды. Екіншіден, бағдарламаларды таңдайды. Бағдарламалар қазір енді көптің асы. Оттау бағдарламасы дедік, наурыз бағдарламасы дедік, одан бөлек жайық жастары деген бағдарлама бар. Былтыр мысалға 27 желтоқсан күні жаңағы екі жақты меморандумға қол қойылды. Биылдан бастап, февраль айынан бастап, жаңағы ақпан айынан жастар өтінімдер беріп жатыр. Қазіргі таңда жайық жастары бағдарламасының арқасында 34-ке жуық жастар, жас мамандар үйлі болып жатыр. Ол бағдарламаларға кейін тағы тоқталамыз. Жаңағы тәртіп бойынша айтып берсеңіздер. Бастысы шот аштық, кейін ай сайын шотымызды, яғни депозитімізді бағдарлама таңдадық. Примерно қай бағдарламаға қатысатынымызды таңдадық. Содан кейін барып ай сайын бірінші жаңағы жарнаны жинақтау үшін ай сайын қаншадан салу керек? Соны определяться, алдын ала есептеп алу керекпіз. Және де маған осындай сома қойды екен деп, оны тек сол сома көлемінде жинақтау шарт емес, одан да молырақ жинақтаса ол тезірек өзінің мақсатына жетеді. Себебі адам ай сайын 10-15, я болмаса 20 мың теңгеден жаңағы аударып отыратын болса, ол биыл точно үйлі болмайды. Мысалға, первоначальный взнос 20% болатын болса, оттау бағдарламасы бойынша максимальный сумма енді 18 миллион ғой. 18 миллион теңгені түгелмен игеру керек екенмін деп тоже алдына мақсат қою керек емес. Ең бірінші, ол жалғыз басты болса, бірінші бір бөлмелі пәтерді, өзінің мүмкіндігі жететін пәтерлерді примерно таңдау керек. Оның бағасын определять ету керек. 10 миллион теңге ма ол, 8 миллион бола ма, 12 миллион бола ма. Сосын сол сомадан, мысалға 12 миллион теңге деп алайық, 10 миллион теңге деп алайық. 10 миллион теңгенің 20% 2 миллион теңге. 2 миллион теңгені ол 1 жылдың ішінде жинақтай ма, 2 жылдың ішінде жинақтай ма, әлде 3 жылдың ішінде жинақтай ма, соны анықтап алу керек. Сосын 1 жылдың ішінде болса 12 айға бөліп тастайды да 2 миллион теңгені, и соответственно өзінің жаңағы бірінші взностарын жасап бастайды. Сол ең бірінші мақсат, өзінің картинасын салып алу. Мен мынандай пәтер алам, жаңа үйден алатын болса, әрине оған қиындау болады. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, бірінші нарықтағы үйлердің барлығы черновой отделка дейді. Сондай салынып атады, сосын оған ремонтқа қаражат керек. Кеңес берем жастардың көбіне вторичный рыноктан іздеңіздер. Өздеріңіздің мүмкіндіктеріңіз келетін пәтерді таңдаңыздар. Сразу 2 бөлмелі, я болмаса 3 бөлмелі пәтерге жармасудың қажеті жоқ. Егер ол жалғыз басты болса. Әрине, семьясы болса, кішкентайлы болса, 1 бөлмелі пәтер аз болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де мүмкіндігі келетін пәтерді алып алу керек. Содан кейін сен ол пәтерді ішіне кіргеннен кейін қаражатыңды далаға емес, өз пәтеріңді алу үшін төлейсің да. И мысалға 1 жылдың ішінде төлеп келіп, жаңағы жолдасы декретный отпускадан шығып, екеуі де қатарынан жұмыс жасап, табыс тапқан кезде тағы да қосымша қаражат пайда болады ғой. Сол кезде 1 бөлмелі пәтерін сатып жіберсін, оның бастапқы жарнасын 2 бөлмелі пәтерге салсын, 2 бөлмелі пәтерде тұрады деген сияқты. Солай біртіндеп өздерінің армандаған кең сарайларына қол жеткізуге
әбден мүмкін. Осы отау наурыз бағдарламасымен неге вторичный рыноктан пәтер алуға болады ма? Иә, отау және наурыз бағдарламалары арқылы Астана, Алматы және облыс орталықтары, мысалы облыс орталығы ретінде Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласы, Ақтөбе облысында Ақтөбе қаласы деген сияқты. Сондай облыс орталықтарында үй алатын болса тек бірінші нарықтан алады, первичный. Ал облыс орталықтарынан тыс жерлер, яғни райондар, ауылдық мекендер, моногород, Ақсайымыз бар, сондай жерлерден алатын болса, онда екінші нарықтан да алуға болады. Сосын Орал қаласы тек онымен шектеліп қоймайды, жаңағы оған жақын орналасқан елді мекендер бар ғой. Подстепный бар, Мичурина бар, Серебрякова бар, выбор өте көп. Ол жақтан жаңа вторичный рыноктан және первичный рыноктан алуға мүмкіндіктері бар. Облыс орталық тек қана первичный рынок. Облыс орталығы тек первичный. Ол жаңағы ремонтымен, несімен, жөндеумен кішкене қымбатқа шығады ғой деген ғой. Бір лайфхак бар. Егер сіз мысалы құрылыс компаниясына барып, алдын ала примерно қай пәтеріңізді алатыныңызды білетін болсаңыз, сол құрылыс компаниясынан бірінші сұрайсыз, сіз отау бағдарламасы я болмаса наурыз бағдарламалары бойынша отбасы банкпен келісім шартқа отырдыңыз ба, жоқ па деп. Егер отырған болса, ол міндетті түрде біздің баспана порталымызда шығып тұрады. Сіз ол пәтерді таңдап, броньдап алар кезде жағы құрылыс компаниясымен келіссөз жүргізуіңізге болады. Мен сіздің жағы объектіңізден пәтер алғым келеді, бірақ менің алатын жағы жасайтын ремонтқа қаражатым жоқ. Сол себепті барлығы 18 миллион теңге ғой енді берілетін. Пәтеріңізді примерно бір 10-12 миллион теңгенің арасында келістіңіз. Құрылыс компаниясына айтасыз, маған хотя бы бір чистовой отделкаға дейін жөндеу жұмысын жасап беруге мүмкіндік жасасаңыз деп. Ол компанияда өзінің құрылысшылары көп қой. Ол объеммен жаңағыдай бағасын төмен қылып ремонттап беруіне мүмкіндіктері бар. Сол себепті каждый адам индивидуально подход жаңағыдай нелерін іздеу керек, мүмкіндіктерін іздеу керек. Ол құрылыс компаниясы сізге чистовой отделкада ремонт жасап береді, сәл қымбаттау сатуы мүмкін черновойға қарағанда, бірақ сізде уже чистовой квартира болады. Сіздің жаңағы бастап ашып отыр ғой, жаңағындай жастар бастап ашып отыр отбасы банктен счетты, содан кейін бағдарламалар таңдайды. Бағдарламалар таңдаған кезде жаңа айтып кеткен отау наурыз бағдарламасында вознаграждениеге қарайды, балл бойынша есептейді ғой, өту туралы. Сол вознаграждение жаңағындай қалай есептеледі, оны қалай көбейтуге болады, мысалы сол туралы айтып кетсеңіз, ай сайын салу керек пе, әлде жылына бір рет түсе ме? Өте жақсы тақырып қозғадыңыз. Жалпы бұрын мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып жүрген кезде барлығда очерттан нешінші тұр, я болмаса очертқа қай жылы тұрды, соған басымдылық болды. Егер 2020 жылы очертке тұрған адам мен 2010 жылы очертке тұрған адам болатын болса, 2010-дар бірінші алып кетіп жатырды да, 2020-лар қалып қойып жатырды. Ал қазір мына отау мен наурыздың жүзеге асырылған кезде анда ең басты адамның жаңағы жинақтауына көңіл бөледі. Сіз және де бұл бағдарламалар әлі де жалғасады, тек бір жыл ғана емес, 7 жылға есептелінген. Егер банк басшылығы одан да ары қарай созатын болса, нұр үстіне нұр. Жалпы сіздің депозитіңіз ертерек ашылғаны өте қатты әсерін еткізеді отау бағдарламасында. Және де депозитіңіздағы қаражат қанша уақыт жұмыс жасады банкта, ұзағырақ уақыт жұмыс жасаса, ол сізге көбірек сыйақы алып келеді. Сол сыйақы бойынша есептеулер жүргізіледі, балдарды жинайды. Мысалға, сіз 2023 жылы депозит аштыңыз делік. Отау бағдарламасында 2024 жылы жаңағы конкурс басталды ғой. Не бары бір жыл, бір жылдың ішінде сізге 10 балл қосылды. Одан кейін 2023 жылдан бастап сіз примерно 2 миллион теңге салып қойдыңыз. 2 миллион теңгенің банк тарапынан бөлінетін сыйақысы 2%,
примерно 40 мың теңге бір жылда, 40 мың теңге екінші жылда, итого сізде 80 мың теңге жаңағы вознаграждение жинақталды дейік. Сол вознаграждениенің 80 мың теңгенің әрбір 1000 теңгесіне сізге бал қосылады. Вот. Солай адамдар өздерінің балдарын жинақтап, чем раньше открываешь, және де тем больше накапливаешь, сол кезде проценттік жаңағы сыйақы көп бөлінеді де, сіздің балыңыз тезірек өседі. Сол кезде сіздің жаңағы ото бағдарламасы, болмаса наурыз бағдарламасы арқылы несие алуға мүмкіндігіңіз артады. Жалпы ото бағдарламасы мен наурыз бағдарламасына қатысушыларға іріктеу қалай жүргізіледі? Ото бағдарламасында егер сіз некеде болсаңыз 10 балл беріледі сразу. Және де некеде болып балаларыңыз болса, бала санына қарамай 50 балл беріледі. Содан кейін тағы да екі негізгі факторлар, ол депозиттің ашылу мерзімі әрбір жылына 5 балдан беріледі, және де депозитта жинақтаған қаражаттың үстіне қосылатын сыйақы бар ғой, банк тарапынан берілетін 2%. Сол сыйақының қанша жинақталды? 80 мың ба, 100 мың ба? Соның әрбір 1000 теңгесіне 5 балдан беріліп отырады. Бұл вознаграждение дейміз ғой, сыйақы. Сол сыйақыны мысалы 2020-да ашып қойып, жаңағындай бірден 3 миллион салып тастадық делік та. Сол 3 миллионға жыл сайын сыйақы қосылып отырады ма? Әлде жыл сайын салып отыру керек па, ол үшін толықтырып? Принципті түсіну үшін, мысалға, сіз депозитті неғұрлым ерте ашып, неғұрлым қазіргі уақытта мол қаражат сала берсеңіз, соғұрлым сізге банк тарапынан 2% вознаграждение жинақтала береді. Ал егер сіз депозитті бір 4-5 жыл бұрын ашып, оған қаражат жинақтамай, қазір 5 миллион теңге салып қойсаңыз, онда вознаграждение тек осы аз аралықта ғана қосылады. Сонда қалай тиімді? Мүмкіндігің келгенше ертерек қаражат сала бер, және де молырақ сала бер. Сонымен қатар үзбей. Үзбей. Жоқ, енді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Жылына мысалы бір рет 3 миллион салып тастап, соның сыйақысын жылдың соңында алуға болады да, мысалы? Алуға емес, сон банкта бірге сақтала береді, капитализация жасалына береді. Шотқа түседі ғой. Шотта тұрады. Бастапқыда сразу мысалға сізде қазір 3 миллион теңге бар, бірақ оны деген мен ай сайын салайын ба, әлде қазір салып тастайын ба деген сұрақ қой, түсінуім бойынша. Егер қазір 3 миллион теңгеңіз болса, тап осы қазірде депозитіңізға қазір салып тастаңыз. Сол кезде тиімді. Бірақ мен 3 миллион теңге салып қойдым, бітті осымен деген сөз емес. Одан кейін мүмкіндігіңіз болса, жинақтай беріңіз. Келесі айда салыңыз, одан арғы айда салыңыз. Егер сіз жаңағы финансовый дисциплинаңыз шамалы болатын болса, ұмытып кететін жағдайлары болады. Енді адамда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой. Той-томалақ, я болмаса бір қомақты қаржыға бір зат алып қойдым деген сияқты. Сондай нәрселер болатын болса, сіз жасап жатырған жұмыс орныңызда бухгалтеріңіз бар. Сол бухгалтеріңізға өтінім жазуыңызға болады. Бізде Арманға жол деген керемет жаңағы бағдарлама бар. Анда банк пен мекеме арасында соглашение, келісімшартқа қол қойылады, және де оның бухгалтері өзінің мекемесінде жұмыс жасайтын қызметкерлерге бастапқы жарнасын тезірек жинауға көмектеседі. Напрямую зарплата алған күні сол күні аударып отырады. Адамдар сосын аударам, бір приложение арқылы сала қоям, я болмаса терминалға барып салам деген сияқты сылтаулар айтады, бірақ ол ұмытылып кетеді. Сонда негізгі мақсат шоттағы сақталып тұрған қаражат барынша банкке айналымға, оборотқа, жалпы барлық қазақстандықтар депозит ашқан кезде сол қаражат общий жаңағы неде айналады, системада, жүйеде. Сол қаражаттың есебінен сізге мысалға несие беріледі. Сіз қазір аштыңыз, қазір жинақтап жатсыз, ал Айдана ханым мысалға бұрыннан бері жинақтап келе жатқан, және де өзінің 50% бастапқы жарнасын формировать еткен ханым, ол кісі несиені бірінші алып бастайды. Бұл жаңағы айналым. Сонымен қатар 3 жыл жинақтау керек деген бір түсінік бар халық арасында, ол міндетті ме? Жалпы мен түсіндіріп кетейін не үшін екенін. Бізде отбасы банкта
ең тиімді несие түрі ол тұрғын үй займы. Тұрғын үй займының шарттары барлығы білет. Депозит ашқаннан бастап 3 жыл жинақтау керек. Және де бастапқы жарнаны 50%-дан кем емес жинау керек. Және де бағалау көрсеткіші дейді, оценочный показатель, сол 16-дан кем болмау керек. Осы 3 шарт орындалған болса, несие алатын адам ең төменгі пайыздық ставкамен алады. 5%-дан 3,5%-ға дейін төмендетуге болады. Одан кейінгі несие түрі аралық займ. Ол күте алмайтын адамдарға арналған. Қазір пәтер алу керек, қазір 50% бар, сразу рәсімдейтін адамдар. Олар 50%-ын салса да 6 ай уақыт күтеді. Оның минимальный оценочный показательінің порогы бар. Қалай айтылады? Соған жеткізу керек. Минимальный оценочный показатель 5-тен кем болмау керек. 5-тен астыма несие рәсімдей беруге болады. Ол қазір депозит ашып, қазір салып қойса, 6 айдың ішінде 5 бал жинақталынады. Ал ол оценочный показательді қалай көтеру керек? Оценочный показатель сыйақыға тікелей қарама қатысы бар. Формуласы оп-оңай. Банк тарапынан бөлінетін сыйақы, соны 1000-ға көбейтесіз, бөлесіз, договорная сумма дейді, келісілген шарт сомасына. Сол кезде сіздің оценочный показателіңіз шығады. Мысалға, 1 000 000 теңге көбейтеміз 2%-ға банк тарапынан берілетін сыйақы. 20 000 теңге сыйақы. 1 жылдың ішінде жинақталды. 2 миллион теңге салсаңыз 40 000 теңге. 3 миллион теңге салсаңыз 90 000 теңге деген сияқты. Енді сіздердің тәжірибеңізде неше түрлі салымшылар кездеседі ғой, бағдарлама қатысын, немесе тұрғын үй займымен үй алсын, белгілі бір уақытта төлем қабілеттері бірден төмендеп, кей жағдайларда мысалға төлей алмай қалып жатқан жағдайда сіздерде банктың тарапынан қандай да бір қолдау болады ма, әлде келісім шартты өзгертетін кездер болды ма? Әрине, егер жұмыстан шығып қалған жағдайда, я болмаса асыраушысынан айырылып қалған жағдайлар болған кезде банк тарапынан реструктуризация деп аталады. Қайта құрылымдау процесі жүзеге асырылады. Ол кезде адам мысалы жұмыстан шығып қалса, я болмаса жаңағыдай өзінің жақынын жоғалтып алған жағдайда банкке келіп өтінім жазады. Осындай себептермен қазір төлей алмай жатырмын, маған отсрочка беруіңіз сұралады деп. Сол кезде негізгі борыш және процент бойынша жаңағыдай отсрочка беріледі. Сосын оның графигі созылады. Өзінің берілген мерзімінен әрі қарай. Отсрочка әртүрлі жағдайға байланысты беріледі ол. Мысалға, жаңағы қаңтар кезінде ЧП болған кезде әртүрлі бизнес объектілері жаңағы пострадали дейді ғой, жаңағы шығынға ұшыраған кезде, сол бизнес адам, кәсіпкерлерге отсрочка берілді. Я болмаса суға батып кеткен жағдайлар болды. Өзінің үйі, я болмаса сол жерден табыс алып жатырған жаңағы объектісі суға батып кеткен кезде оларда келіп заявление жазды. Коронавирус кезінде адамдар тоже заявление жазды. Суға батқан кезде тоже адамдар келіп заявление жазады. Сол кезде реструктуризация жасалынып, қанша мерзімге беріледі отсрочка? Ол енді максимально әртүрлі жағдайға байланысты ғой. Мысалға, қазір адам жұмыстан шығып қалса, примерно өзі жазады. 1 жылға дейін, я болмаса 6 айға дейін деп. Сол кезде банк қарастырады да сол срогын береді. Ал 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл деп соза беруге болмайды, себебі ол тиімсіз. Отсрочка берілгенімен процентная ставка, мысалға, банктан алған қаражатқа сыйақы беру керексің, сен төлеу керексің да. Әрбір алған қаражатқа бір белгілі бір үстіне үстемақысын төлейсің. Сол кезде сол үстемақы өсіп кетпеу үшін сен өзіңе тиімді график таңдау керексің. Чем быстрее өзіңнің графигіңе жаңағыдай ілесесің, тем быстрее переплата аз болады. Ана отау бағдарламасына қайта оралсақ та, енді бастан андай критика деп ойлап қалмаңыз, просто жаңа
айтып жатырмық та 18 миллионға 13 миллион қосылады деп. Ол жаңағындай көп деп ойламайсыздар ма? Ол енді жаңа айттым ғой, критика деп критика да емес ол негізінде. Сіз тек бір жақты қарап отырсыз, себебі 18 миллион теңгені 19 жылға максимально созып, ай сайын тек қана 13 жылға созып берген, мысалы 13 миллионнан. 13 жылға созып берген. 19 жылға созып берсе, онда 19 миллион болады ма үстіне? Жоқ. 18 миллион теңгені максимально срок жаңағы 19 жылға сіз алатын болсаңыз, 12 миллион 800 ау деймін, примерно переплатасы, қателеспесем. Егер сіз тап осы мерзім аралығында ай сайын жарнаны төлеп отыратын болсаңыз, переплата сондай болады. Ал егер сіз алдын ала өзіңіздің графигіңіздан ертерек основной долгты жағындай негізгі берешекті алдын ала төлеп отырсаңыз, ол переплата одан да аз болады. Бастапқы жарна 50%-ды чем быстрее сіз жинақтайсыз, неғұрлым тезірек жинақтасаңыз, соғұрлым тезірек сіз жилищный займға өтесіз. Жилищный займға өткен кезде сіздің процентінің ставкаңыз 9-дан жаңағы 5%-ға, я болмаса 4%-ға, 3,5%-ға дейін төмендейді. Сол кезде сіздің переплатыңыз да қысқара береді. Қазіргі таңда жаңағы отау наурыз бағдарламасына заявка беруге болады ма, әлде уже кеш па? Отау бағдарламасы именно биылға 1 сәуірден 30 мамыр аралығында өтінімдер қабылдап басталды. 30 мамырдан кейін іріктеу мерзімі болды. 14 мамырда іріктеудің итогтарын шығарды. 836 адам өтті. Олар қазір төлем қабілеттіліктерін дәлелдейді. Ол дәлелдегеннен кейін 6 ай ішінде үй таңдауға мүмкіндіктері бар. Үй таңдағаннан кейін рәсімдеп дайын болғаннан кейін жаңағы несиелерін алып үйлеріне кіре беруге болады. Ал отау бағдарламасы, наурыз бағдарламасында 30 июнь, маусым, 30 маусымға дейін өтінім беріп үлгеру керек. Наурыз бағдарламасында максимальный жаңағы сомасы, несиенің сомасы 30 миллион теңге, біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша. Тоже бірінші нарықтан алу керек, бастапқы жарна 20%. Егер сіз әлеуметтік осал топта болсаңыз, несиенің бағамы 7%. Ал егер сіз ол категорияға кірмейтін болсаңыз, 9%. Ол жаңағындай төмендейді. Тап отау бағдарламасы сияқты жилищный займға ауысқан кезде сіздің проценттік ставкаңыз төмендейді. Содан кейін проценттік ставка қай уақытта төмендейді? Жаңағы тұрғын үй займының шарттарын айтып кеттім ғой. Отау бағдарламасы және наурыз бағдарламасы бұл алдын ала займ түріне жатады. Себебі мұнда первоначальный взнос 20%. Сіздің мақсатыңыз осы бағдарламалардан несие алғаннан кейін первоначальный взносыңызды тезірек 50%-ға жеткізу. Депозитіңіздің уақыты 3 жыл толғаннан кейін оценочный показателіңіз егер 16-ға жетіп тұрған болса, сіз жаңағы 8 жыл қатарынан алдын ала займының 9%-ын төлемейсіз. Сіз тезірек неге ауысасыз? Жилищный займға. Сол ұтымды жағыттары. Егер әрбір жаңағы азаматшалар осы бағдарламаға қызығушылық танытып, үйді қалай алуға болады деген сұрақтар болатын болса, біздің кеңесшілерімізге жолығуға болады. Я болмаса прямой эфирді Отбасы банк Уральск парақшасынан тікелей эфирді көбірек қарап, түсініп алуларына болады. Я болмаса бізде жаңағы сайтымыз бар, ресми сайт. Сонда барлық шарттар көрсетілген. WhatsApp, Telegram каналдарында чат-бот Қуаныш деген бар. Соларға сұрақтарын қоюға болады. Жаңағы жастар енді қазір бізде продвинутый ғой. Телефон арқылы барлығын танып біліп жатады. Сол себепті ізденген жастарға үй алу қиын емес. Мысалға, сіз қазір үйсіз болсаңыз, бүгіннен бастап депозит ашып, бастапқы жарнадан жинақтап бастаңыз. Алатын пәтеріңізді мүмкіндігіңізше таңдаңыз да, сол бастапқы жарнасын жинақтауға қадамдар жасаңыз. Сосын жаңағы жұмыссыздық бойынша сіз жақсы сұрақ көтердіңіз. Бізде Отбасы банкта кеңесшілер, мысалы қаржылық кеңесшілер деп аталады. Сол позиция постоянно ашық бізде. Егер өзінің қаржылық сауаттылығын дамытқысы келетін болса, Отбасы банктың барлық бағдарламаларын
жетік меңгергісі келетін болса, бізге жұмысқа келуге болады. Кеңесшілер бізде свободный график жұмыстары, кез келген уақытта өзінің жаңағы жоспарымен жұмыс жасай береді. Сосын міндетті түрде банкте сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін отыру шарт емес. Жай ғана планшет арқылы өзінің сөйлеу, жеткізу мүмкіндігімен адамдарды жинақтау жүйесіне тарту арқылы олар өздерінің жаңа жалақыларын алады. Негізгі оларға қойылатын талап жеке кәсіпкер болмау керек. Жасы 18-ден жоғары болу керек. Және де орта немесе жоғарғы білімді оқу орнына жаңағы документ тапсырып бастап қою керек. Яғни мектеп бітіріп, мектеп бітіріп алып жаңағы жұмысқа кірем деу мүмкіндігі жоқ. Ал егер ол колледжға я болмаса университетке түскен студент болатын болса, ол уже жұмыс жасауына мүмкіндігі бар бізде. Біздер өзіміз оқытамыз, iSpring қашықтан оқыту жаңағы платформамыз бар. Үйде отырып телефоннан я болмаса планшеттен қарай береді. Сосын апта сайын жаңағы техникалық оқытулар жүргіземіз, өзгерістерді жеткіземіз деген сияқты. Ол кісі тек кеңесші болып қана қоймайды, қосымша табыс табады. Оқып жүріп болсын, жұмыс жасап жүріп болсын, қосымша табыс табады. Барлық бағдарламаларды жетік меңгеріп алады. Сосын өзінің пәтеріне қол жеткізеді. Өте ыңғайлы. Кез келген мамандық. Кез келген мамандық. Түсінікті. Жақсы. Сіздің банкте жалғыз тұрғын үйді алумен ғана емес, сонымен қатар бизнесті дамытуға бағдарламалар бар ма? Жоқ, отбасы банк. Бизнесті қолдауға мысалы. Отбасы банк ол тек тұрғын үй жүйесі, жинақтау жүйесіне бағытталған банк болғандықтан бизнеске арналған жаңағы бағдарламалар егер серіктес болуға болады. Мысалға сіз терезе шығаратын, я болмаса бір мебель шығаратын, әртүрлі сауда орындарында бизнесмен болсаңыз, біздің банкпен келісім шартқа отырып, клуб лояльных партнеров деген бар, соған тіркелуге болады. Екі жақты бірдей жаңағы реклама жасау болады. Біздің жүйемізден депозит ашқан азаматтарға жаңағы бизнесмен тарапынан жеңілдіктер беріледі. Ал біздер өзіміздің клиенттерімізді сол бизнесменге жаңағыдай саудасын жақсы және де көбірек жүзеге асыру үшін соларды жарнамалап, соларға жіберіп отырамыз. Я болмаса жаңағы бизнесмендердің бухгалтерлері бар, және де оның жұмысшылары бар. Жұмысшылары тезірек үйлі болсын десе, жаңағы бухгалтермен жаңағы бизнес басшысы біздің отбасы банкпен келісім шартқа отырады. Арманға жол деген бағдарлама арқылы, сол арқылы өзінің жұмысшыларына сұранудың да қажеті жоқ, ешқандай кассада очередьте тұрудың да қажеті жоқ. Напрямую бухгалтерия арқылы жаңағыда бастапқы жарнасын зарплатадан аударып отыратын мүмкіндіктері бар. Енді әртүрлі, бірақ бизнеске арналған несие түрлері жоқ. Оны екінші деңгейлі банктерден, я болмаса даму қорынан алуға болады. Сыйақы деген жылдың соңында бір рет түседі ғой да? Я жалпы депозит ашқан жаңағы азаматшаларға банк тарапынан 2% сыйақы түседі, банк тарапынан, және 20% мемлекеттік сыйақы түседі. Оның барлығы жылдың жаңағы банк тарапынан түсетін сыйақы жылдың соңында 31 желтоқсан күні, ал мемлекет тарапынан бөлінетін сыйақы ол ақпан айы мен жаңағы наурыз айының ортасында түседі. Сол шоттағы қаражаттың кей жағдайларда шешіп алып жататындар болады, иә? Сол қаражатты шешкен кезде банк тарапынан берілген болсын, мемлекет тарапынан берілген болсын сыйақылар бірге берілмейді, иә, ол қалып қояды. Анда шарттар бар. Мысалға мемлекеттік сыйақыны түгелімен игеру үшін міндетті түрде сіздің шотыңыздың мерзімі 3 жылдан кем болмау керек. Ал банк тарапынан берілетін сыйақы ол за фактическое время пользования дейді. Мысалы, сол уақыт аралығында пайдаланған болса, ол сыйақыны шешіп алуға мүмкіндігі бар. Биыл берген сыйақыны шешіп алады да, мысалы. Әрине, мысалға сіз 1 миллион теңге салып қойдыңыз биыл.
1 январда 31 желтоқсанда сыйақы түседі ғой. Сіз 1 январда білмеймін бір әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін, адамда срочно ақша керек болып қалды, шешіп алуыңызға болады. Тек мемлекеттік сыйақы ұсталып қалады. Егер сіздің шотыңызға 3 жыл толмаған болса, ол банкке кетпейді, ол мемлекеттің бюджет, республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат болғандықтан ол кері сол мемлекеттік сыйақы қайтарылады. Мен мысалы 20-шы жылы аштым счетты, сосын жыл сайын маған сыйақы түсіп тұрды. Мысалы 22-де түсті соңында, 23-нің соңында түсті. Сосын мен биыл мысалы 24-ші жылы уже 4 жыл болды менің счетыма. Мен мысалы жаңағындай счеттағы барлық қаражатты шешіп алғым келеді. Сол кезде деген маған осы 31 желтоқсан 2023 жылы түскен мемлекеттік сыйақыны шешіп алуға болады ма? Әлде ол қалып қояды ма? Жоқ, болады. Болады. 31 желтоқсан күні сыйақыңыз түссе, сіз 24 жылы свободно шеше беруіңізге болады. Ол бойынша ограничение жоқ. Тек мысалға депозитті шешкен кезде өзінің условиялары бар, 3 жыл сақтап қаражатында, сыйақысында, мемлекеттік сыйақысында жаңағындай ұстап келіп, содан кейін 4-ші жылы шешетін болса, ешқандай комиссиясыз шешеді. Ал мысалға сіз биыл депозит аштыңыз, бірақ келесі жылы шешкіңіз келетін болса, мемлекеттік сыйақы қайтарылады, банк сыйақысы сізге төленеді, және сіздің жинақтаған қаражатыңыз сізге төленеді. Сосын банктың комиссиясы бар, за досрочное расторжение деген 5000 теңге көлемінде. Соны төлейсіз болды. Алтынбек Мақсатұлы, біздің шақыртуымыз қабыл алып, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі әңгімеміздің қорытындысы бойынша бізді көріп отырған көрермендер, әсіресе жастар өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарға көп жауап алды деген үміттеміз. Көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Ана камераға. Эфирге шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді жаңағындай жастарға пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Егер тағы да бұл эфирден кейін қызығушылық танытатын болса, әлі де кездесуге дайынбыз. Уже нақты әр бағдарламаларға жеке-жеке тоқталып дегендей. Енді жастарға өзімнің інді қарындастарыма айтарым, болашақтарыңызды бүгіннен бастап кейінге қалдырмай қолға алыңыздар. Егер сіз үй алғыңыз келсе, міндетті түрде депозит ашып, жинақтап бастаңыздар. Мейлі сіз 40 000 теңге табыңыз, мейлі 100 000 теңге табыңыз, мейлі қомақты қаражат тапсаңыз да, өзіңіздің табысыңыздың белгілі бір 1/1 бөлігін, кем дегенде 1/1 бөлігін жинаққа аударып отырыңыз. Жаңағындай тез және де оңай қол жетімді несиелерге жүгінбеңіз. Рассрочка дейді, товарный кредиттер дейді. Сондай несиелерге жоламаңыздар. Қазірден бастап өздеріңіздің төлем қабілеттіліктеріңізді дамытыңыздар. Финансовый дисциплина дейді, дұрыс. Қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар. Көбірек жинақтау жүйесі жөнінде ақпараттар алыңыздар. Сосын кітаптар оқыңыздар. Сол кезде сіздер де баспаналы боласыздар ертерек. Шынымен де жастар үшін баспаналы болу қол жетпес арман болмау керек. Себебі басында баспанасы бар жастардың ертеңге деген сенімі де мол болады. Сондықтан бүгінгі қонағымыздың кеңестеріне құлақ асыңыздар, қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар, қажетті бағдарламалар туралы көп ақпарат жинаңыздар. Әр қазақ баспаналы болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі шығарылымда жүздескенше.